Жай бөлшектерді қосу және азайту. 500-ші есеп, өрнектің мәнін табыңдар ауызша. Бірінші, 7-ден 2 қосу 7-ден 1. Екеуінің де ортақ бөлімі бірдей, демек бөлімі 7, алымдарын қосамыз 2-ге 1-ді. Сонда 7-ден 3. Келесі, 14-тен 9 азайту 14-тен 5. 9-дан 5-ті азайтамыз, сонда 14-тен 4. Екеуін де 2-ге қысқартсақ 7-ден 2. Келесі, 6-тан 5 азайту 6-тан 1, бөлімі 6, алымы 5 азайту 1. Сонда 5-тен 1-ді азайтсақ 4, 6-дан 4-ті 2-ге қысқартсақ 3-тен 2. Төртінші, 9-дан 5 қосу 9-дан 2, бөлімі 9, алымдарын қосамыз, яғни 5-ге 2-ні. Сонда 9-дан 7. Келесі 501-ші есеп, 3-те 29-ші сурет бойынша 4-те 1 және 3-те 1 қосындысының мәнін табыңдар. 4 пен 3-тің ең үлкен ортақ бөлімі 12. Сонда 4-ті 3-ге, 3-ті 4-ге көбейтеміз. 3 қосылған 4 тең 12-ден 7. Келесі 3-те 30-ші сурет бойынша айырманың мәнін табыңдар. 2-ден 1 азайту 3-тен 1. 2 мен 3-тің ең кіші ортақ бөлімі 6, яғни 2-ні 3-ге, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 3 азайту 2 тең 6-дан 1. Келесі 502-ші есеп, амалдарды орындаңдар. Бірінші, 4-тен 3 азайту 4-тен 1. Бөлімі 4, алымында 3-тен 1-ді азайтамыз. Сонда 4-тен 2 тең 2-ден 1. Екінші, 8-ден 5 қосу 8-ден 3. Бөлім 8, алымы 5 қосу 3. Сонда 8-ден 8 ол 1-ге тең. Келесі үшінші, 12-ден 7 азайту 12-ден 5. Бөлімі 12, алымында 7-ден 5-ті азайтамыз. Сонда 12-ден 2, 2-ге қысқартсақ 6-дан 1. Келесі төртінші, 15-тен 8 қосу 15-тен 2. Бөлімі 15, алымында 8 қосылған 2. Сонда 8-ге 2-ні қоссақ 10, 15-тен 10. 5-ге қысқартсақ 3-тен 2-ге тең. Келесі 503-ші есеп, өрнектің мәнін табыңдар. 9-дан 5 қосу 27-тен 13. 9 мен 27-нің ең кіші ортақ бөлімі 27, яғни 9-ды 3-ге, 27-ні 1-ге көбейтеміз. Сонда 5-ті 3-ге көбейтсек 15 қосу 13 тең 27-ден 28. Келесі екінші, 8-ден 3 қосу 24-тен 5. 24 пен 8-дің ең кіші ортақ бөлімі 24. 8-ді 3-ге көбейтеміз, 24-ті 1-ге. Сонда 3-ті 3-ге көбейтсек 9, оған 5-ті қосамыз, яғни 24-тен 14. 2-ге қысқартсақ 12-ден 7. Келесі үшінші, 12-ден 5 азайту 72-ден 3. 12 мен 72-нің ең кіші ортақ бөлімі 72. 12-ні 6-ға, 72-ні 1-ге көбейтеміз. Сонда 5-ті 6-ға көбейтсек 30, 13-ті 1-ге көбейтсек 13. Яғни 72-ден 17. Келесі төртінші, 5-тен 3 азайту 7-ден 1. 5 пен 7-нің ең кіші ортақ бөлімі 35, яғни 5-ті 7-ге, 7-ні 5-ге көбейтеміз. Сонда 21 азайту 5 тең 35-тен 16. 504-ші есеп бірінші. Жолаушы барлық жолдың 8-ден 5-ін жүрді. Жолаушы жолдың әлі қандай бөлігін жүруі тиіс. Біз барлық жолды, яғни жолаушының жүріп өткен барлық жолын 1 деп аламыз. Немесе 8-ден 8 деп аламыз. Енді жолаушы осы барлық жолдың 8-ден 5-ін жүрсе, әлі қанша бөлігін жүруге тиіс екенін табу үшін осы 8-ден 8-ден 5-ті азайтамыз. Сонда бөлім 8, алымында 8-ден 5-ті азайтамыз, яғни 8-ден 3 бөлігін жүруге тиіс. Келесі екінші, жер шарының 10-7 бөлігін су алып жатыр, сондықтан жерді көгілдір планета деп атайды. Жер шарының қандай бөлігі құрлық? Жалпы жер шарын 1-ге тең деп аламыз, немесе 10-нан 10 деп теңестіріп аламыз. Енді осы барлық жердің 10-нан 7-сі су болса, құрлықты табу үшін 10-нан 7-ні азайтамыз. Сонда 10-нан 7-ні азайтсақ, 10-нан 3-ге тең. Яғни біздің құрлығымыз 10-ның 3 бөлігі.
505-ші есеп. Қайық көлде жүзіп 3 сағатта қандай қашықтыққа барса, өзенде ағыспен жүзіп 2 сағатта сондай қашықтыққа барады. Сал осы өзенде 1 сағатта осы қашықтықтың қандай бөлігіне жүзіп барады. Яғни ол өзенде жүрген жолын табу үшін ол 2 сағатта барлық қашықтықты жүріп өтсе, 1 сағатта 2-ден 1 бөлікті жүзіп өтеді. 506-ші есеп. Домбыраның басы, мойны, шанағы берілген домбыраның ұзындығы неше метр? Яғни оны табу үшін берілген өлшемдерді бір-біріне қосамыз. Яғни 10-нан 1 қосылған 2-ден 1 қосу 5-тен 2. 10 2-5-тің ортақ бөлімі 10, яғни 10-ды 1-ге, 2-ні 5-ге, 5-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 1 қосу 5 қосу 4 тең 10-нан 10. Бұл дегеніміз 1-ге тең, яғни домбыраның ұзындығы 1 метр. Келесі 507-ші есеп. Теңдеуді шешіңдер. Бірінші. X қосу 12-ден 7 тең 4-тен 3. X-ті табу үшін 4-тен 3-тен 12-ден 7-ні азайтамыз. 12 мен 7-ның ең кіші ортақ 12 мен 4-тің ең кіші ортақ бөлімі 12, яғни 4-ті 3-ге, 12-ні 1-ге көбейтеміз. Сонда 9-дан 7-ні азайтайық. Сонда X-іміз 12-ден 2-ге тең, ал бұны 2-ге қысқартсақ, X-іміз 6-дан 1. Келесі екінші теңдеу. X азайту 6-дан 1 тең 9-дан 1. Енді X-ті табайық. Ол үшін 9-дан 1-ге 6-дан 1-ді қосамыз. 9 мен 6-ның ең кіші ортақ бөлімі 18, яғни 9-ды 2-ге, 6-ны 3-ге көбейтеміз. Сонда 2 қосу 3. Сонда X-тің мәні 18-ден 5-ге тең. 508-ші есеп. Алдымен бөлшектерді қысқартып алып, өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші. 12-ден 3 қосу 30-дан 25. 12-ден 3-ті 3-ке қысқартсақ 4-тен 1, 30-дан 25-ті 5-ке қысқартсақ 6-дан 5. Ал 4 пен 6-ның ең кіші ортақ бөлімі 12, яғни 4-ті 3-ке, 6-ны 2-ге көбейтеміз. Сонда 3 қосу 10, бұл 12-ден 13-ке тең. Келесі 24-тен 10 азайту 54-тен 21. 24-тен 10-ды 2-ке қысқартсақ 12-ден 5, 54-тен 21-ді 3-ке қысқартсақ 18-ден 7. Ал 12 мен 18-дің ең кіші ортақ бөлімі 36. Сонда 12-ні 3-ке, 18-ді 2-ке көбейтеміз. Сонда 15 азайтылған 14, бұл 36-дан 1-ге тең. Келесі 54-тен 30 қосу 30-дан 22. 54-тен 30-ды 6-ға қысқартайық, сонда 9-дан 5. Ал 30-дан 22-ні 2-ке қысқартсақ 15-тен 11. 9 мен 15-дің ең кіші ортақ бөлімі 45. Сонда 9-ды 5-ке, 15-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 25 қосу 33. Тең 45-тен 58. Келесі 509-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңдар. Бізге 3 жай бөлшек берілген. 5, 9, 3 сандарының ең кіші ортақ бөлімі 45. Сонда 5-ті 9-ға, 9-ды 5-ке, 3-ті 15-ке көбейтеміз. Сонда 9 қосу 5 қосу 15 тең 45-тен 29-ға тең. Келесі 2-ден 1 қосу 5-тен 3 азайту 3-тен 2. 2, 5, 3 сандарының ең кіші ортақ бөлімі 30. Сонда 2-ні 15-ке, 5-ті 6-ға, 3-ті 10-ға көбейтеміз. Яғни 15 қосу 18 азайту 20. 15-ке 18-ді қоссақ 33, одан 20-ны азайтсақ 13-ке тең, яғни жауап 30-дан 13. Келесі 510-ші есеп. Амалдарды орындаңдар. Бірінші жақшаның ішін орындайық. 15-тен 7 азайту 6-дан 1. 15 пен 6-ның ең кіші ортақ бөлімі 30. Сонда 15-ті 2-ке көбейтеміз, 6-ны 5-ке. Яғни 14 азайту 5. Қосылған 5-тен 2. Тең 30-дан 9. Қосу 5-тен 2. Ал 30 пен 5-тің ең кіші ортақ бөлімі 30. Яғни 30-ды 1-ге, 5-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 9 қосылған 12. 30-дан 21. 3-ке қысқартсақ 10-нан 7-ге тең. Келесі екінші. 8-ден 3 азайту 9-дан 1 қосу 36-дан 25. Жақшаның ішін орындайық. 8 пен 9-ның ең кіші ортақ бөлімі 72. Яғни 8-ді 9-ға, 9-ды 8-ге көбейтеміз. Демек 27 азайту 8 қосылған
36-дан 25. 72, 27-тен 8 азайтсақ 19. Қосылған 36-дан 25. 72 мен 36-ның ең кіші ортақ бөлімі 72, яғни 72-ге 1-ден, 36-ға 2-ден. Сонда 19 қосылған 50. Тең 72-ден 69. Келесі 511-ші есеп. Бөлімдері өзара жайсандарға тең бөлшектердің қосындысын табыңдар. Бірінші 3-тен 1, яғни 15 қандай сандардың ең кіші ортақ бөлімі. Яғни өзара жайсандар болса 3 пен 5-тің, яғни 3-тен 1 қосылған 5-тен 1. Сонда 3-ті 5-ке көбейтеміз, 5-ті 3-ке, яғни 5 қосылған 3. Келесі екінші 9-дан 1 және 49 және 45 саны. 45 5 пен 9-дың ең кіші ортақ бөлімі, сонда 5-тен 1 қосылған 9-дан 1. Тең 45, яғни 5-ті 9-ға, 9-ды 5-ке көбейтеміз. Сонда 9 қосу 5. Демек 45-тен 14, 15-тен 8. 512-ші есеп. 3-те 32-ші сурет бойынша x пен y-тің мәнін табыңдар. Бірінші x-тің мәнін табайық. Яғни x-тің мәнін табу үшін 5-тен 1-ден азайтамыз 10-нан 7-ні. 5 пен 10-ның ең кіші ортақ бөлімі 10, сонда 5-ті 2-ге көбейтеміз. Керісінше. 10-нан 7 азайту 5-тен 1. Ең кіші ортақ бөлім 10, сонда 7 азайту 2. Ол 10-нан 5-ке тең. Ал 5-ке қысқартсақ, x-іміз 2-ден 1. Енді y-ті табу керек. Y-ті табу үшін 10-нан 7-ге қосамыз 5-тен 4-ті. 10 мен 5-тің ең кіші ортақ бөлімі 10, яғни 10-ды 1-ге, 5-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 7 қосу 8. Яғни 10-нан 15-ке тең. 5-ке бөлсек, қысқартсақ, 2-ден 3-ке тең. Яғни y-іміз 2-ден 3. Келесі 513-ші есеп. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Яғни алдымен бөлімдері бірдей болатын бөлшектерді қосып алайық. 21-ден 5-ке 21-ден 2-ні қосамыз. Және одан шыққан санға 15-ден 2-ні қосайық. Сонда бөлім 21, алымдарын қосамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7, яғни 21-ден 7, қосылған 15-ден 2. 21-ден 7-ні 7-ге қысқартсақ 3-тен 1-ге тең, 3-тен 1-ге 15-ден 2-ні қосайық. 3 пен 15-тің ең кіші ортақ бөлімі 15, яғни 3-ті 5-ке, 15-ті 1-ге көбейтеміз. Сонда 15-ден 7-ге тең. 514-ші есеп. Ыдыстағы сүттің 2-ден 1-і құмыраға құйылды. 3-тен 1-і банкаға құйылды, ал 6-тан 1-і кесеге құйылды. Ыдыста алғашқы сүттің қандай бөлігі қалды? Әлде ыдыстағы барлық сүт құйып алынды ма? Бірінші, құйылып алынған ыдыста сүттің мөлшерін бір-біріне қосайық. Яғни 2-ден 1-ге 3-тен 1-ді, оған 6-тан 1-ді. Сонда ортақ бөлімі 6, 2-ні 3-ке, 3-ті 2-ке, 6-ны 1-ге көбейтеміз. Сонда 3 қосу 2 қосу 1 тең 6-дан 6. Бұл 1-ге тең. Яғни ыдыстағы барлық сүт құйып алынған. Себебі барлық мөлшерді біз 1 немесе 6-тан 6 деп есептейміз. 515-ші есеп. Қалаға келген туристердің 5-тен 4-і ағылшын тілін біледі, 3-тен 1-і неміс тілін біледі. Қалаға келген туристердің қандай бөлігі ағылшын тілінде, неміс тілінде біледі? Яғни 5-тен 4-ке 3-тен 1-ді қосамыз. 5 пен 3-тің ең кіші ортақ бөлімі 15, 5-ті 3-ке, 3-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 12 қосылған 5. Яғни 15-тен 17. Бұл дегеніміз 1,15-тен 2. Енді барлық туристер 15-тен 15 бөлік болса, бұл барлық турист. Екі тілді де қатар білетіндер, оны табу үшін 1,15-тен 2-ден азайтамыз 15-тен 15-ті. Немесе 15-тен 17 азайтылған 15-тен 2.
17-тен 12-ні азайт 15. Сонда 17-тен 15-ті азайтамыз. Бұл 15-тен 2-ге тең, яғни 15-тен 2 бөлігі біледі. 516 есеп. Сканерде шығарманың бірінші сағатта 5-тен 2-сінің, екінші сағатта 3-тен 1-нің көшірмесі дайындалды. Қалғаны 3-ші сағатта көшірілді. Сонда сканерде 3-ші сағатта шығарманың қандай бөлігі көшірілді? Алдымен алғашқы 2 сағатты табайық. Ол үшін 5-тен 2-ге 3-тен 1-ді қосамыз. 5 пен 3-тің ортақ бөлімі 15, 5-ті 3-ге, 3-ті 5-ге көбейтеміз. Сонда 6 қосылған 5, бұл 15-тен 11-ге тең. Яғни бізде барлығы 1-ге тең, немесе 15-тен 15-ге тең. Яғни 3-ші сағатты табу үшін 15-тен 15-тен азайтамыз 15-тен 11-ді. Сонда 15, 15 азайту 11. Бұл 15-тен 4-ге тең. 517 есеп. Марат 2 балық аулап алды. Бірінші балықтың массасы 10-нан 9 килограмм, екінші балық одан 5-те 1 килограмм жеңіл. Марат барлығы қанша килограмм балық аулады? Бірінші балық 10-нан 9 килограмм. Енді екінші балықты есептейік. Яғни ол 5-тен 1 килограмм жеңіл болса, демек 10-нан 9-дан 5-тен 1-ді азайтамыз. Сонда 10 мен 5-тің ең кіші ортақ бөлімі 10. 10-ды 1-ге, 5-ті 2-ге көбейтеміз. 9-дан 2-ні азайтсақ, 10-нан 7 килограмм. Енді Мараттың барлығы қанша килограмм балық аулағанын табуымыз керек. Ол үшін 10-нан 9-ға қосамыз 10-нан 7-ні. Сонда ортақ бөлім 10, 9-ға 7-ні қосамыз, 10-нан 16. 2-ге қысқартсақ, 5-тен 8 килограмм балық аулаған. 518 есеп. Хауызға 3 құбыр жүргізілген. Бірінші құбыр 6 сағатта, екінші құбыр 8 сағатта хауызды сумен толтырады. Үшінші құбырмен толық хауыздағы су 4 сағатта ағып бітеді. Құбырлардың үшеуінде бір уақытта ашып қойса, 1 сағаттан соң хауыздың қандай бөлігінде қалады? Яғни алдымен бірінші және екінші құбырды қосып, одан үшінші құбырдағы ағатын суды анықтайық. Сонда 6, 8, 4 сандарының ең кіші ортақ бөлімі 24, 6-ны 4-ге, 8-ді 3-ге, 4-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 4 қосу 3, азайту 6 тең 24-тен 1 бөлігінде қалады. 519 есеп. 4 шеңбердің қиылысуы көрсетілген графты дәптерге үзік сызықпен сызып көрсетіңдер. Сызу бағытын көрсетіңдер. Яғни шеңберлердің барлығын үзік сызық арқылы бейнелеп шығамыз. 520 есеп. Бос орындарға тиісті цифрларды қойып бөліндіні табыңдар. Яғни берілген сан 15-ке бөлінуі керек. 15-ке бөліну үшін сан 3-ке де 5-ке де бөлінуі керек. Яғни сандар 3-ке де 5, бірінші алдымен 5-ті анықтайық. Яғни сан 5-ке бөліну үшін оның соңғы цифры 5-пен аяқталу керек. Яғни бірінші сан 5-пен аяқталып тұр. Екінші санды да 0-мен или 5-пен аяқтауымыз керек. Сонда берілген санды алдымен цифрларын қосып шығайық. 4-ке 3-ті қоссақ 7, оған 1-ді қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10. Яғни берілген цифр 3-ке бөліну үшін бұл сан 12 немесе 15 болу керек. Сонда 5 цифрын қойсақ, демек берілген цифрдың қосындысы 15, яғни берілген сан 3-ке де 5-ке де бөлінеді. Енді келесі сан. Бұл сан 5-ке бөлінеді, ал 3-ке бөлінетіндігін анықтау үшін цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. 2-ке 1-ді қоссақ 3, 3-ке 5-ті қоссақ 8, 3-ке бөліну үшін 9 болу керек. Яғни бір саны жеткіліксіз. Келесі, берілген сан 5-ке қалдықсыз бөлінеді, 3-ке бөлінетіндігін анықтайық. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6-ға 5-ті қоссақ 11. 3-ке бөліну үшін 12 болу керек, яғни бір санын қойсақ жеткілікті. Сонда алдымен жақшаның ішіндегі сандарды қосып шығайық. Сонда 167.265-ке тең. Енді осы санды 15-ке бөлеміз. Сонда 11.265
151-ге тең. Келесі сан 45-ге бөлінген, яғни 45-ге бөліну үшін сан 5-ге де 9-ға да бөлінуі қажет. Келесі 521-ші есеп бөлімдері өзара жайсандар болатын бөлшектердің қосындысын табыңдар. Бірінші, яғни 20 саны бізде 5 пен 4-тің ең кіші ортақ бөлімі, яғни 5-тен 2 қосылған 4-тен 1. Ортақ бөлім 20, 5-ті 4-ке, 4-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 8 қосылған 5 тең 20-дан 13. Келесі 21 саны 7 мен 3-тің ең кіші ортақ бөлімі. Яғни 3-тің төбесіндегі алымын табу үшін, яғни 21 болу үшін 3-ті 7-ге көбейтетініміз белгілі. Ал 14-ті 7-ге бөлсек 2. Сонда ортақ бөлім 21, 7-ні 3-ке, 3-ті 7-ге көбейтсек 12 қосылған 14. Яғни 21-ден 26. Келесі 522-ші есеп қосындыны табыңдар. Бірінші, ортақ бөлім С, алымдарын қосамыз. 9-ға 5-ті, сонда С-дан 14. Келесі ортақ бөлім С, А-ға 4-ті қосамыз. А-ға 4-ті қоса алмайтындықтан қосындыны осы күйінде қалдырамыз. Келесі 523-ші есеп теңдеуді шешіп, дұрыстығын тексеріңдер. Бірінші, 3х-тан 1 қосу х-тан 1 тең 15-тен 4. Яғни 3х пен х-тың ортақ бөлімі 3х-ға тең. Сонда 3-ті 1-ге, х-ті 3-ке көбейтеміз. Яғни 1 қосылған 3 тең 15-тен 4. Сонда 3х алымы 4 тең 15-тен 4. Енді көбелек әдісі бойынша 3х тең 3х-ға қарама-қарсы сан 4-ті бөліміне, қалған сандарды көбейтінді түрінде алымына жазамыз. 4 пен 4-ті қысқартайық, сонда 3х тең 15. Енді х-ті табу үшін 15-ті 3-ке бөлеміз, сонда 5-ке тең. Келесі, х пен 7х-тың ортақ бөлімі 7х. Яғни х-ті 7-ге, 7х-ті 1-ге көбейтеміз. Сонда 7 азайту 1 тең 7-ден 2. Сонда 7х, 7-тен 1-ді азайтсақ 6 тең 7-ден 2. 7х-ті табу үшін 2 бөліміне, 6 мен 7-нің көбейтіндісі алымына. 6 мен 2-ні қысқартсақ, 2-ні 1-ге, 6-ны 3-ге. Сонда 7х тең 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21. Ал х-ті табу үшін 21-ді 7-ге бөлеміз. Сонда 3-ке тең. Қалған есептеулерді де дәл осылай орындаймыз. Келесі 524-ші есеп, құмырада 6 литр сүт бар, сыйымдылықтары 3,2-ден 1 литр және 2,2-ден 1 литр ыдыстарды пайдаланып, құмырада 4 литр сүтті қалай қалдыруға болады. Яғни, бізде сыйымдылықтары 2 түрлі ыдыс бар. 3,2-ден 1 және 2,2-ден 1. Яғни 3,2-ден 1-ге 2,2-ден 1 литрді бір-бірінен азайтып тастайық. Сонда 3-тен 2-ні азайтсақ 1, ортақ бөлім 2, 1-ден 1-ді азайтсақ 0, сонда 1 литрдің өзі қалады. Демек, бірінші 6 литрлік сүттен осы 1 литрді алып тастаймыз, сонда 5 литр қалады. Одан кейін тағы да 6 литрліктен тағы да 5 литр қалды бізде. Сол 5 литрден тағы да осы 1 литрді алып тастасақ, құйып, сонда 4 литр қалады. Келесі 525-ші есеп дәлелдеңдер. Бірінші, 22.222-ні бір-біріне көбейткен және 33.333-ті бір-біріне көбейткен. Және нәтижесінде 0 саны шыққан. Енді бөлшектің бөлімін анықтап алайық алдымен. 1-ге 2-ні, 3-ті 4, 3, 2, 1-ді қосатын болсақ, 16-ға тең. Ал алымын өзгеріссіз жазамыз. 22.222 көбейтілген 22.222 азайту бөлімін қосып шықсақ 25 және
4 қосу 5 қосу 6. Сонда бөлімін қосып шығатын болсақ, 31. 36. Және алымы 33.333 көбейтілген 33.333. 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі, яғни 2-ні бір-біріне 4 рет көбейткенге тең. Және 22.222 дегеніміз 2 көбейтілген 11.111 және 2 көбейтілген 11.111. Азайту 36 дегеніміз 3 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 2-ге тең. Ал алымы 3 көбейту 11.111 және 3 көбейту 11.111. Сонда екілерді қысқартайық және 3-терді. Сонда бізде қалғаны бөлімі 4, алымы 11.111-дің квадраты және бөлімі 4, алымы 11.111-дің квадраты. Бір-бірінен азайтсақ 0-ге тең. Келесі 526 есеп. Шебер тапсырманы 5 сағатта, ал оның үйренушісі 7 сағатта орындайды. Шебер 2 сағат, ал оның үйренушісі 3 сағат жұмыс істеген соң, тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалды? Жалпы, барлық тапсырманы, яғни тапсырманы бір бөлік деп алайық. Енді шебер 5 сағатта бітіреді жұмысты, бірақ ол 2 сағатын ғана орындаған. Ал үйренушісі 7 сағатта бітіреді, бірақ 3 сағат жұмыс істеген. Енді екеуін бір-біріне қосайық. 5 пен 7-ның ортақ бөлімі 35, яғни 5-ті 7-ге, 7-ні 5-ге көбейтеміз. Сонда 14 қосылған 15. Бұл 35-тен 29-ға тең. Енді бізде тапсырманың барлығы бір бөлік, ал орындалғаны 35-тен 29 болса, бірді 35-тен 35 деп жазаламыз. Азайтылған 35-тен 29, бұл дегеніміз 35-тен 29-ды азайтамыз. Сонда 35-тен 6-ға тең. Келесі 527 есеп. Бақылау жұмысының сыныптағы оқушылардың 6-тан бірі 5, 3-тен бірі 4 алды. Сыныптағы 15 оқушы бақылау жұмысынан 5 және 4 алды. Сыныпта бақылау жұмысына барлығы неше оқушы қатысты? Бірінші, 5 және 4 алған оқушылардың санын анықтайық. Ол үшін 6-тан 1-ге 3-тен 1-ді қосайық. 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6, 6-на 1-ге 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 1 қосылған 2 тең 6-дан 3. 3-ке қысқартсақ 2-ден 1. Яғни бұл 5 және 4 деген баға алған оқушылар. Және бұл 2-ден 1 15 оқушы болса, демек 5 және 4 алған оқушылардың саны 15-ті 2-ге көбейтеміз. Яғни 30 оқушы бар. Сонда 30 оқушының 15-і 5 және 4 деген бағаны алған. 528 есеп. Әңгімедегі сөздердің 15-тен 2-сі етістіктер, ал зат есімдер одан 6-тан 1-ге кем. Егер әңгімеде 36 сөз зат есім болса, әңгімеде барлығы неше сөз бар, неше сөз етістік? Бірінші етістіктер. Яғни етістіктеріміз 15-тен 2-сі. Ал енді зат есім. Яғни зат есім етістіктен 6-тан 1-ге артық. Демек 15-тен 2-ге 6-тан 1-ді қосамыз. 15 пен 6-ның ортақ бөлімі 30, яғни 15-те 2-ге 6-ны 5-ге көбейтеміз. Сонда 4-ке 5-ті қосайық, 30-дан 9. 3-ке қысқартсақ 10-нан 3. Сонда
әңгімеде 36 сөз зат есім, яғни әңгімедегі зат есімнің 10-нан 3-і 36-ға тең болса, барлығы неше сөз бар және неше сөз етістік. Яғни 36-ны 10-нан 3-ке көбейтуіміз керек. Ол үшін 36-ны 10-ға көбейтіп, 13-ке бөлеміз. Сонда 36-ны 10-ға көбейтсек 360, оны 3-ке бөлсек 120. Яғни бұл барлығы. Барлық сөз 120. Енді бұның етістігін табу үшін 120-ны көбейтеміз 15-тен 2-ге. Яғни 120-ны 15-ке бөліп 2-ге көбейтеміз. Сонда 120-ны 15-ке бөлсек 8, ал 8-ді 2-ге көбейтсек 16. Яғни 16 етістік бар. 529-шы есеп. Ерболдың әкесі оның алдында 240 метр қашықтықта 70 метр минут жылдамдықпен жүріп барады. Итімен келе жатқан Ербол әкесінің соңынан 130 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Сол кезде ит Ерболдан әкесіне қарай және одан кері қайтып, Ерболға қарай тағы сол сияқты 160 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Ит Ербол әкесін қуып жеткенше жүгірді. Ит неше метр жүгірді? Яғни Ерболдың әкесі және Ербол бір-бірін қуып келе жатты. Сондықтан жылдамдықтарды тауып алу үшін 130 метр минуттан азайтамыз 70 метр минутты. Сонда 60 метр минут бұлардың бір-біріне жақындау жылдамдығы. Енді уақытты табу үшін, яғни екеуінің бір-бірін көргенге дейін, кездескенге дейінгі уақытын табу үшін, осы 240-ты 60-ға бөлеміз, сонда 4 минут. Енді ит Ерболға қарай 160 метр минут жылдамдықпен жүгірсе, демек иттің жүгірген метрін табу үшін 160 метр минутты 4-ке көбейтеміз, сонда 640 метр жүгірген. Келесі 530-шы есеп. Берілген суреттегі фигураның көлемін табыңдар. Жалпы көлемнің формуласы ұзындығын еніне және биіктігіне көбейту. Ең алдымен ішкі фигураның көлемін тауып алуымыз керек. Яғни оны V1 деп анықтайық. V1-дің көлемін табу үшін A1, V1 және S1 өлшемдері керек. A1 дегеніміз біздің осы кішкене ғана бөлшектің ұзындығы. Яғни оны табу үшін 7-ден 2-ні және 1, 2, 2. Яғни 2 жағындағы 2 дециметрлерді алып тастаймыз. Сонда 3 дециметрге тең. Енді V1. V1-ді табу үшін, бұл яғни ені, бізде ені 4. Яғни ені 4 күйінде сақталған. 4 дециметр. Енді биіктігі. Биіктігі 6 дециметр болса, одан үстіңгі және астыңғы 2 дециметр алып тастайық. Сонда 2 дециметрге тең. Демек, V1-ді табайық, ол үшін 3-ті 4-ке және 2-ке көбейтеміз. Сонда 24 дециметр куб. Ал жалпы фигураның көлемін табу үшін 7-ні 6-ға 4-ке көбейтеміз. 7-ні 6-ға көбейтсек 42, 42-ні 4-ке көбейтсек 168 дециметр куб. Енді боялған фигураның көлемін табу үшін 168-ден 24-ті азайтамыз, сонда 144 дециметр куб. Келесі 531-ші есеп. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, аның мәнін табыңдар. Яғни бірінші алымдарын бір-біріне бөлеміз. 18-ді 3-ке бөлсек 6-ға тең. Енді 18 бөлімінде А қосу 23. Ал келесі жай бөлшекті екеуін алымында бөлімінде 6-ға көбейтеміз. Сонда 3-ті 6-ға көбейтсек 18, 18 екеуі бір-бірінен жойылады. Сонда бізде қалатыны А қосу 23 тең 5 көбейту 6.
Сонда 5-ті 6-ға көбейтсек 30-ға тең. Ал А-ны табу үшін 30-дан 23-ті азайтамыз. Сонда А-ның мәні 7-ге тең. Қалған есептеулерді де дәл осылай орындаймыз үлгіге қарап. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.